садикте, особенные дети деп оларды бөлген. Мен бірінші қатарда отырып көз жасына ерік береді ғой. Мә, Мөлдір ханым, Гүлжан ханым, неге осындай ақпараттарды басқа дәрігерлер айтпайды деп бір жылайды ағыл тегіл. Сол жерде біздің өнімдерді алады, бутылканы алады, нониді алады, ионвейті ішеді, коллагенді ішеді да. Қазір 1,5 айдан кейін маған кері байланыс жасайды. Мен 2-3 күнде сол ананың несін салам сіздерге. Мөлдір ханым, ондай аналар көп. Айтады ғой, Мөлдір ханым, мен балам сөйлей бастады дейді. Сонда Семей қаласында қаншама тілі кешіп жатқан балалар бар екен де, бір чатқа жиналған екен олар. ЗПРР диагнозымен балалар бір чатқа жиналған екен. Сосын жаңағы ана Арайлым деген осы өнімдерден пайда көріп, жаңағы чатқа осы өнімдерді сала бастаған ғой. Мамашалар, тыңдаңыздаршы, менің баламның тілі шығып бастады, осы өнімдерді алып ішіңіздерші деген кезде, анау чаттың админі бұл қызды шығарып жүрген ғой группадан. Сен сетевичкасын, сен мына өнімді ұсынып жатсың, ешқандай дәлелсіз дейді. Сосын анау қыз шырылдайды ғой, мә деп, маған сенбейді деп. Мен айтам да, Аллах тағала кімге жақсылық қалайды, оған жақсы ақпаратты береді. Кім Алладан шын ниеттеніп сұрайды, я? Ол қыз айтады, бағана да чатта айтып жатыр да, мен ораза айында тіркелген, ол айтады да, ораза кезінде мен Алладан шын ниеттеніп сұрайтынмын дейді. Менің баламды особенные дети деп бөлмесінші, коррекционный мектепке бармасыншы деп, өз балам өз тілінде сөйлеп, обычный кәдімгі балалар баратын мектепке барсыншы деп дұға сұрайды екен да, ол мамаша. Айтады ғой, қазір дейді, Аллаға мен сансыз шүкір айтам, сол балам қазір сөйлеп бастады дейді ғой. Түсінік пайда болды. Мысалы, ЗПРР деген диагнозда задержка психического, речевого развития деген балаларда түсінік болмайды оларда. Олар өз атына қарамайды. Айтасың атын, я, ол өз атына қарамайды. Ода түсінік жоқ, понимание жоқ ол балаларда. Если сізге задержка речевого развития десе, онымен как-то жұмыс жасауға жеңіл да, ал задержка психического, речевого развития десе, ол балаларда түсінік жоқ деген сөз. Ол балаға су алып кел десең түсінбейді. Ол балаға нан алып кел десең түсінбейді. Есікті жап десең түсінбейді. Горшокқа отыр десең түсінбейді. Ана деп айт десең түсінбейді. Өткен оларда мынау психикасы артта қалған. Тежеліп жатыр деген сөз. Вот ол балаға біз Нони Ультра деген шырынды береміз. Нони Ультра. Ал Нони Ультра ол когнитивті... Күні сізге білесіз ба, мен тура өзіңіз айтқандай бір ананың жалобымен баласы